Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздің сұхбатымызда қонақта Шал Ақын аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы, ауданымыздың құрметті азаматы Оразалин Тұрар Сейітжанова. Аға, біздің сұхбатымызға қош келдіңіз. Бүгінгі біздің сұхбатымызда жалпы ауданның тарихы жайында, оның дамуы жайында сұхбатымыз өрбитін болады. Алғашқы сұрағымызға ойысып өтсек, ауданымыздың жалпы тарихына тоқталып өтсеңіз, неліктен біздің аудан Шал Ақын ауданы деп аталады? Рахмет. Жақсы сұрақ. Шал Ақын ауданы қасиетті де киелі жер. Өйткені қазақ тарихындағы ауыр жылдар Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама заманына нүкте қойған осы жер. Бұл жерде бұрын оған дейін келген қалмақтар тұрған болатынды. Сол қалмақтардан Құлеке батыр бастаған елдің батырлары тазалап қазақ жерін сол жаудан құтқарып қалған болатынды. Құлеке батыр Бағанаты, Шудасай, Сарыбұлақ деген қалмақтардың батырларымен жекпе-жекке шығып, оларды жеңіп, олардың қалған халықтарын біздің жерімізден, қазақ жерінен қуып шығуға көп күш салған болатынды. Сондықтан да біз өзіміздің жерімізді қасиетті де киелі жер деп атаймыз. Сонымен бірге бұл ауданда керемет үлкен ұлы адамдар өмірге келді. Академиктер, Евней, Арыстанұлы Букетов, Аманжол Қошанұлы Қошанов, Ғазиз Тәшенұлы Тәшенов сияқты үлкен, Мырзатай Серғалиев сияқты үлкен ағаларымыз қазақтың ғылымына, оның дамуына өз үлестерін қосқан адамдар. Міне осы адамды, осы кісілер Байкен Ашимов бастаған үлкен қоғам мемлекет қайраткері. Осы біздің ауданымызға, Сергеев ауданына Шал Ақынның атын беру туралы президентке хат жолдап мәселе көтерген болатындар. Олардың ішінде біздің өзіміздің жерлес ақын жазушыларымыз бар, Кәкімбек Салықов, Герольд Карлович Бельгер сияқты көрнекті азаматтар бар. Олар осы Шал Ақынның творчествосын зерттеп, оның әдебиетке қосқан үлесін жоғары бағалап, міне осы Шал Ақын ауданының атын осы ауданға беруді ұсынған болатынды. Шал Ақын өз заманында сауатты, білімді адам болған. Ақын деп айтамыз. Сонымен бірге Шал Ақын осы Абай Құнанбаевтан 101 ғасыр бұрын деп айтуға болады. Жазба әдебиетімен іргетасын қалауға үлес қосқан адам. Оның өзінің бір өлеңінде әзілден мерт болады терең қазған. Мен өзім талай сөзді қатқа жазғам деп өзінің жазба әдебиетпен де айналысқандығын айтады. Қазақтың ұлы ғалымы Шоқан Уәлиханов өзінің бір шығармаларында Шал Ақын Тілеуке Құлекеұлы эпикалық шығарма жазып, қазақтың тарихын өлеңмен жазған деп айтқан. Бірақ қазіргі уақытқа дейін сол шығарманы біз әлі тапқан жоқпыз. Мүмкін заманымызда қазіргі уақытта көп тарихи мұрағаттар Россияның, Қытайдың музейлерінен, архивтерінен табылып жатыр. Ол шығармада тауып қалуы мүмкін. 1999 жылы тәуелсіздіктің күнін атап өтудің алдында 14 желтоқсан күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен осы Сергеев ауданы Шал Ақын ауданы болып аталды. Жалпы осы ауданда негізінен Шал Ақынның ұрпақтары тұрады, Құлеке батырдың ұрпақтары тұрады. Міне Сергеев қаласындағы салынған спорт кешені Құлеке батырдың атында. Содан соң көше бар, үлкен Құлеке батыр атында. Міне сол Құлеке батыр
Абылай ханның оң қолы деп есептелінеді. Мынау орыс мемлекетіне жіберген елшісі болып қызметтер атқарған. Сондықтан Құлеке батыр қайтқаннан кейін мынау ақсақалдар кеңесі, хан кеңесі оның ерліктерін, оның қазақ халқына сіңірген еңбектерін бағалап, оны мынау Қожа Ахмет Яссауидің кесенесіне қоюға шешім қабылдаған. Қазіргі уақытта сол Құлеке батырдың зираты сол Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінде. Міне бұл сол Құлеке батырды да, Шал ақынды да мінекей осы тарихта қалдыру үшін, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу үшін, оның шығармаларын, Құлекенің батырлық ерліктерін әрмен қарай дәріптеу үшін мінекей осы біздің ауданымызды Шал ақын ауданы деп атады. Рахмет аға, жауабыңызға өте кеңінен атап өттіңіз. Екінші сұрағымыз, аймағымыздың жалпы қызықты тарихи орындарын атап өтсеңіз. Өзге аудандардағы сияқты біздің ауданымызда да тәрбие орындары бар. Ол біріншіден мынау тарихи өлкетану музейі, жалпы біздің ауданымыздың, жалпы Қазақстанның, еліміздің даму жолдары көрсетілген. Сонымен бірге қазіргі уақытта мынау Сергеевка қаласының Победа жеңіс көшесінде даңқ аллеясы бар. Онда 4 Совет одағының батырының ескерткіш тақталары орнатылған. 6 социалистік еңбек ерлерінің ескерткіш тақталары орнатылған. Сонымен бірге жалпы 44 адамның біз ауданымыздың дамуына үлес қосқан, ауданымыздың атын шығарған ғалымдарымыздың және ақын жазушыларымыздың ескерткіш тақталары бар. Сонымен бірге Жеңіс саябағында 3260 адамның соғысқа қатынасқан, соғыста қайтыс болған, соғыстан тірі келген адамдардың аттары жазылған. Не бұл патриоттық тәрбие беруде әрине бұл орындар үлкен рөл атқарады. Сонымен бірге мінекей мәдениет үйі, орталықтандырылған кітапхана, не осылар барлығы да тәрбие жұмыстарын жүргізуде өз үлестерін қосып келе жатыр. Жақсы. Сергеевка қаласының соңғы 1-2 жылдықта қандай оңтайлы өзгерістер орын алды? Осы жайында айтып өтсеңіз. Сергеевка қаласы қазіргі уақытта өзінің адам санымен әрине ұйымдардың, кәсіпорындардың санының азаюына қарамастан қала өзінің келбетін қазіргі уақытта сақтап келе жатыр. Тек қана соңғы 1-2 жылдың ішінде Сергеевка қаласының көшелері асфальтталынды. Сонымен бірге қазір Жеңіс саябағы іші түгел брусчатка салынды. Сонымен бірге қазіргі уақытта мынау Сергеев су қоймасы да жөндеу жұмыстарынан өткізілді. Сонымен бірге мынау мәдениет үйі, сонымен тек қана біздің қаладағы мәдениет үйі емес, Ораев ауылындағы мәдениет үйі, содан соң Новопокровка селосындағы, Крещенка селосындағы мәдениет үйлері жөндеуден өтілді. Сонымен бірге Ақсу ауылының клубы қазіргі уақытта мінекей жаңа өмірге сай жөнделісін өтті. Сонымен бірге мінекей біздің ауыл шаруашылығында да шаруа қожалықтары үлкен табыстарға жетуде. Қазіргі уақытта Мерген ауылындағы өкініш шаруашылығы сол ауылды көркейтуге, оны безендіруге, оны абаттандыруға көп жұмыстар атқарды. Қазіргі уақытта қалаға бергісіз үлкен село болып
ауыл болып есептелінеді. Сол сияқты Агросеверно, Пришвин, Павловский селосы да заман талабына сай жаңа үйлер салынып, көп өзгерістер жасалуда. Біз отырған қазіргі мынау орталықтағы кітапханада күрделі жөндеуден өткізіп, заманауи кабинеттер пайда болған, жасанды интеллекттер іске қосылып жатыр. Ал жалпы ауданда өмір сүру сізге несімен ұнайды? Біріншіден, ол өзіміздің туған жеріміз, біздің ата-бабамыз сонау Құлекеден бастап осы жерде тұрып келе жатыр. Біз өзімізді енді жергілікті халық деп есептейміз, сондықтан өзіміздің туған жеріміз. Шал ақынның бір өлеңі бар. Мұстафа Алсанда патша болып, бәрінен өзінің туған жерін артты. Сонымен бірге Сәйд Мұқановтың да бір өлеңі бар. Туған жер, ештеңе жоқ сенен ыстық, өйткенде сенен сенен ұштық деп. Не сол туған жер әрқашанда әріңе ыстық, бізге де ыстық, сондықтан осы жерге тұруды өзімізге мақсат етіп қоямыз. Жалпы неше жыл өмір сүріп жатсыздар? Сергеевка қаласында 30 жыл өмір сүріп отырмыз. Өңірді дамыту үшін қандай ұсыныстарыңыз бар? Қандай мысалы нысандар ашылса немесе қандай өзгерістер орын алса деген тілегіңіз бар? Бірінші осы Сергеевка қаласын абаттандыру, көгалдандыру, олай жұмыстары жақсы жүріп жатыр. Енді ол халықты қазіргі соңғы жылдары жекеленген қазандықтар пайда болды. Этажды мектептерде қазір жылу беріп жатыр. Ал жалпы осы егер бұрынғы совет заманындағыдай үлкен орталықтандырылған қазандық салынса, өйткені бұл мәселе көтеріліп, кезінде 1,5 миллиард теңгеге осы орталықтандырылған қазандық салынады деп қолға алынып, кейіннен тоқтап қалды. Сонымен бірге кезінде қант зауыты салынады деп басталып, свекла егіп, оны өсіріп көрген біздің жерімізде сахарный свекла дейді ғой, қант свекласы шығады екен, соны жақсы шығады екен, қамтамасыз ете алады екен зауыттың жұмысын. Соны кейіннен бір белгісіз себептерменен осы іс тоқталып қалды. Қазіргі уақытта енді Двойники селосының маңайында салынады деп жоспарлап отыр. Енді болашақта салынса, халқымызды жұмыс орны, сонымен бірге қант өнімдерінің арзан бағаға халықтың жағдайын жақсартуға көп көмегі тиеді деп ойлаймын. Жақсы. Аға, біздің сұхбатымыз осымен тамам болды. Сізге әсерлі, кеңінен айтылған сұхбатыңыз үшін алғыс білдіреміз. Рахмет. Келесі кездескенше дейміз, осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті.